шығады. Бәрібір қалай алғанда да май 30 литрден төмен шықпайды. 1 килограмм май бәрібір солай шығады. Бірақ ол кісілер айтты, по секрету мен саған айтайын, сен пайда тапқың келетін болса, оған бірге бір қосасың деді. Не қосасың дейді? Маргарин қосасың деді. Сармайға маргарин қосады. Сармайға маслоделдің 1 коробка майы 5000 теңге тұрады екен, 20 килограммдық. Соны аласың, соны қосасың деді, бірге бір. Сол кезде пайда түседі деді. Сосын творогтың жаңағы килограммы 400 болып тұр ғой, немененің да? Маргарин 400 килограмм қосасың, сол кезде анау сұмдық. Енді әрине сосын барады да, ол 3800 болмай қалай болады енді. Сон кейін оңай. Тағы да творогты былай айтты. Мысалы, творогты алған кезде бізде аз аламыз да, өнімді. Сол кезде былай айтты, фудмастердің срок өткен порошогы болады екен, творог жасайтын. Соны сыртқа шығарып тастайды. Соны жаңағыдай енді левый адамдар болады ғой, ішінде сатып, нететін. Сол кісілер сатады екен, оның да қабы 5000 теңге тұрады. Творог, да? Творогтың. Срок өтіп кеткен творог. 5000 теңге тұрады екен. Соны аласың да бірге бір қосасың, зато творогың бұзылмайды, тыныш отырасың. Неғып бұзылмайды онда? Енді бойында химиялық зат көп оның. Біз даже бар ғой, жолдасымыз екеуміз былтыр осы тамақ туралы тағамтану академиясына дейін бардық екеуміз. Сол жерде барып сөйлескен кезде күлді әуелі, ана жерде төменде көмекшілер, секретар дейді ғой. Бар бастыққа бар деді, сосын бастығына барып айттым. Сіздер 4 мемлекеттен кіргізеді екенсіздер Қазақстанға. Россиядан, Белоруссиядан, Қырғызстаннан, сосын Америкадан кіргізеді екен. Бәрі порошок түрінде кіреді. Көбіне порошок түрінде кіреді. Сонда дедім, жаңағы Е деген заттың, бетаназол, тағы бірдеңе 1000 түрі бар. Бәрі бар екен дедім. Порошокта бәрі бар соның. Сонда сіздер қалай оған кіруге болатыннан адам жеуге болмайды. Америка мысалы өзі оған категорически заңды түрде запрет қойған. Ол малға беретін немені ғой? Малға да беруге болмайды оны ағай. Ол ят, ол ақырын өлтіреді адамды. Ақырын инсульт, инфаркт содан келеді. Иә. Сол кезде айтқан кезде айтты, сен шырағым не істейсің өзің деді. Мен айттым, міне мен табиғи өнім істеймін. Осындай нәрсені адам жесе ауырмайды, өлмейді, ұзақ өмір сүреді деген кезде күлді де айтты, сен бүкіл Қазақстанда обеспечивать ете аласың ба? Ал біз қол қоймай қояйық, болды кірмесін деп. Оказывается, біздің ұстап отырған малымыздың өзі Қазақстанның 30% жетеді. Өкінішке қарай сол. Өкінішке қарай сондай екен. Жаңағы ірімшікке соны қосады дедіңіз, творогқа, тағы айранға не қосады? Айранды жаңағы абраттың, біз творог жасайтын абраттың сүтінен алады, оны да пісірмейді екен. Пісірмейді екен де, сразу баклажкаға құяды екен де, бір аспирин салып жібереді.